Ресей мен Британия Иранға ықпал ету үшін неге бақталас болды? Иран 1935 жылға дейін Парсы мемлекеті деп аталды. Орта ғасырларда территориясы Жерорта теңізінен Үндістан шекарасына дейін созылған алпауыт елдердің бірі болды. Иранның негізгі кәсібі мал шаруашылығы, егіншілік пен қолөнер болды. Мемлекет басында шах отырды. Қоғамдық саяси өмірінде мұсылман дінінің рөлі күшті болды. Мұсылман дінбасылары Құран мен шариғатты елдегі қоғамдық тәртіпті сақтауда негізгі құрал ретінде пайдаланды. 18 ғасыр соңынан бастап Иранның астанасы Тегеран болды. Әкімшілік жағынан вилайеттер мен иелеттерге бөлінді. Вилайеттерді шах тағайындаған хакімдер басқарды, ал иелеттердің басында шахтың мұрагерлері шахзадалар отырды. 18 ғасырдың соңында Иран қоғамдық дамуы нашар, артта қалған феодалдық ел болды. Бірақ әлі де еуропалық отаршылдардың езгісіне түспеген дербес, тәуелсіз ел болды. Ресей мен Британия арасындағы үлкен ойын бәсекелестігі бұл Орталық Азия мен оған іргелес аймақтардағы ықпал ету аймағын кеңейтуге бағытталған күрес болды. Иран осы бәсекелестіктің маңызды бөлігіне айналды. Ресей үшін Иран оңтүстік шекараларына жақын болғандықтан, бұл аймақ Ресейдің Орталық Азия мен Кавказдағы мүдделерін қорғау үшін маңызды болды. Ресей Парсы шығанағына қол жеткізуді көздеді. Өйткені бұл оның халықаралық саудасы мен әскери ықпалын кеңейтуге мүмкіндік беретін еді. Британия үшін Иран Үндістанға жақын орналасқандықтан, Британия Иранда Ресей ықпалының күшеюіне жол бергісі келмеді. Иран жерінде мұнай мен табиғи ресурстардың болуы екі державаның да назарын аудартты. 19 ғасырда Иранның нарығы мен шикізаты ірі державалар үшін тартымды болды. 1796 жылы Тегеранға француз елшілері келіп, Иран шахын Ресейге қарсы айдап салуға кірісті. Ол сондай ақ Иранды Англияға қарсы қою саясатында ұстанды. Иранды француз ықпалына түсірмеу, оны өз билігіне қарату үшін Англия өз өкілі Малкольмді шахқа жібереді. Ол Иран шахымен келісімге келіп, саяси және сауда шарттарына қол қойды. Келісім шарт негізінде шах француздарды Иранға жібермеуге, егер француздар Үндістанға шабуыл жасайтын болса, шах әскерін Ауғанстанға аттандыруға уәде берді. Сауда келісімі негізінде ағылшындар. Бұл ағылшын-Иран келісім шарты, сонымен бірге Ресейге қарсы бағытталды. Иран шахы Ресейді Закавказье мен Кавказ халықтарын бағындырудағы басты кедергі санады. Сондықтан шах өзіне одақтас іздеген еді. Ағылшындар Иранды Ресеймен соғысқа арандатуы 1804 жылы Орыс-Иран соғысына алып келеді. Соғыстың себебі Иранның Ресей мен Закавказьеге байланысты шиеленісуі. Нәтижесінде Иран Ресейден жеңіліп қалды. 1813 жылы 13 қазанда Орыс-Иран Гүлстан келісіміне қол қойылды. Ресей Дағыстан, Грузия және солтүстік Әзірбайжан жерлерін қосып алды. Ресей Каспий теңізінде әскери флот ұстауға кепілдік алды. Иранда еркін сауда жасауға қол жеткізді. 1826 жылы екінші Орыс-Иран соғысы басталады. Иран соғыста жеңілгенін тағы да мойындауға мәжбүр болды. 1828 жылы 22 ақпанда Түркманчай бітіміне қол қойылады. Бітім бойынша Иран мен Ресей арасындағы шекара Аракс өзені арқылы өтетін болды. Шығыс Армения Ресейдің құрамына енді. Иран Ресейге 20 миллион рубль өтемақы төлейтін болды. Ресейдің Каспий теңізінде әскери флот ұстау құқығы түпкілікті бекітілді. 19 ғасырдың екінші жартысына қарай Иранға шетел капиталының енуі күшейді. Иран шетел капиталына тәуелді жартылай отар елге айнала бастады. 1872 жылы ағылшын капиталисі барон Рейтер шахтан 70 жыл мерзімге мұнай және басқа да табиғи байлықтарды игеруге тиімді концессия алады. 1889 жылы шах Рейтерге тағы да 60 жыл мерзімге концессия беріп, Шахиншах банкін салуға рұқсат етеді. 1879 жылы шахтың өтініші бойынша орыс офицерлері парсылардың әскери бригадасын ұйымдастырып, әскерлерді оқытуға кіріседі. 1879 жылы орыстар телеграф жүйесін салуға концессия алды. 1888 жылы балықшы кәсіпкер Лианозов Иранға қарайтын Каспий теңізі суында балық кәсіпшілігін дамытуға ұзақ мерзімдік концессия алады. 1890 жылы орыс капиталисі Поляков Тегеранда есепнесие банкін салады. 1900 жылы Иран Ресейден 22,5 миллион рубль мөлшерінде несие алады. Сөйтіп, Англия Иранның оңтүстігінде, Ресей солтүстігінде үстемдік жүргізді.